Сәлем достар, аяқ астынан менде де инстаграмдағыдай таңғы ас дайындаймын деп шештім. Ол үшін авокадо қажет болды. Авокадо алу үшін базарыма бардым. Таңдаудың өзі де бір қиындық тудырады екен, иә. Содан бір авокадомды алып үйге қайттым. Енді осы авокадодан қандай тез және оңай дайындалатын таңғы ас рецепті бар екен деп іздедім. Содан бір рецепті таптым. Қарапайым рецепті таңдаған болатынмын. Дайындықты бастап кеттім. Нанымызды осылай тостырға екі жағынан қуырып аламыз. Авокадомызды ортасынан қақ бөліп, ішіндегісін кесіп шығарып аламыз. Авокадоны тұздаймыз және де көлемі бір ас қасықтай болатын лимон согын құямыз. Келесі қосатын құпия тағамымыз бұл қызанақ. Қызанақтың жартысын қосатын боламыз. Ендігі кезекте үстінен кішкене қара бұрыш себеміз. Енді осының бәрін шанышқымен езіп шығуға болады, бірақ мен тез блендерден өткізіп шықтым. Бәрі дайын болды. Енді тағамдарымызды біріктіретін боламыз. Ол үшін бізге творожный сырды алып нанға жағып шығамыз. Содан кейін үстіне авокадодан дайындаған пастамызды жағамыз. Үстіне суға піскен жұмыртқамызды қоятын боламыз. Мінекей осымен таңғы асымыз дайын болды. Бұл тағам дәмді болды ма, қалай ойлайсыз? Бұл рецепттің ең қиыны маған авокадо таңдау болды. Қарағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.